Өнегелі өмір айдары циклын жалғастырамыз. Бүгін біздің әңгімеміз Қазақстанның белгілі композиторы, күйші, домбырашы Секен Тұрысбековке арналады. Секен Кәрімұлы Тұрысбеков 1961 жылы 22 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Ұржар ауданында дүниеге келді. Нағашысы төлеген домбыраға қызығушылығын оятқан. Мектепке барғаннан домбыра үйірмесіне қатысқан. 8 сынып бітірген соң Семейдегі Мұқан Төлебаев атындағы училищеге оқуға түседі. Семей музыка училищесін бітіргеннен кейін ары қарай білімін Алматы консерваториясында Малғаждар Әубәкіров жетекшілігімен жалғастырады. Консерваторияны бітіргеннен кейін Сазген ансамблі құрамында еңбек етті. Дәуіріміздің 80-ші жылдарының орта шенінде қазақтың рухани киелі күй өнерінің өлкесіне жан жиенді егілде тебіренткен қоңыр сазға бұраулы Секеннің сырлы әуені келіп қосылды. Көркем лирикалық пафостағы Секен саусағынан төгілген бұл қоңыржай әуендер тыңдаушыларының 62 тамырын иітіп, жан жүйесін шымырлатып, тыңдаған үстіне тыңдай түссем деп ынтықтырды. Секен Тұрысбековтың алғашқы көңіл толқыны күйі 1985-87 жылдары туған. Көңіл толқыны нағыз шедевр шығарма. Секен Кәрімұлының айтуы бойынша, бұл күй тағдыр тәлкегіне түскен кезде дүниеге келген. Композитор 2 жасар Жанар және Анар атты қыздарынан табан асты айырылып қалған. Жер бетіне сыймай, қайғы жамылған сәтте көңіл толқыны күйін өмірге әкеледі. Көңіл толқыны кітабында Секен Тұрысбеков былай деп жазады. Күйдің өзегінде әкенің орны толмас өкініші мен өксігі жатыр. Көңіл толқыны өзіне дейінгі ұлы күйші сазгерлердің рухани жалғасы болғанымен, ішкі табиғаты мүлде бөлек, жүрек қылын дірілдете шертер күші бар. Тыңдаушысын ой мен сезім тұңғиығына тартатын туынды. Күй бірден көпшіліктің ыстық ықыласына бөленіп, кеңінен таралды. Тіпті алыс жақын шетелдегі жұртшылық күйді тыңдаған бойда оның авторын іздестіріп, күйдің шығу тарихын білгілері келеді. Жапондық тыңдармандар күй аннотациясын сұраған кезде автор іштегі орны толмас, өкінішті сыртқа шығармас үшін бұл күй Невада Семей қайғысына арналған еді деп қоя берген. 1994 жылы алғашқы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Секен Тұрысбековке оркестр құру туралы ойын айтады. Қиындықтарды өтіп, оркестр құрылып, 1997 жылы алғашқы концерт береді. Оркестрді халықтың үміті мен қайғысы, өткені мен келешегі туралы ой қозғаған ақ жауын күйімен атаған. 2001 жылы Еуразия университеті жанындағы Қоңыр қаз ансамблінің көркемдік жетекшісі болып тағайындалды. Бүгінгі дейін Секен 12 күй шығарған. Көңіл толқынынан кейін ақ жауын, өкініш, боздақ, аруана, дарабоз, балауса, мәлғаждар, күлтегін, ақ жүніс, жазғы қар, көк бөрі, тағы да басқа ән күйлер мен романстардың авторы. Секеннің күйлерінің танымдық-тағылымдық дәрежесі өте кең. Көркемдік философиялық өрісі жан-жақты, кейде өз арна кеңерінен асып, төгіліп те жатады. Тіпті анығын айтсақ, Секеннің күйлері әр жүректің айтылмаған, аяқталмаған әні, тартылмаған күйі, таусылмас алыстағы арманы, орны толмас өмір өксігі, әлеумет тартысы, көңіл толқындарындағы мұң шуалған күрсініс, рауандап атқан таң, өмірге құштарлық. Жалпы сөзбен айтқанда адам рухындағы қисапсыз оюлар мен кестеленген көркемдік тылым сезім толғауларының сұңғат мұраты деп білеміз. Күйші композитордың әрбір туындысын тыңдағанда адам бойындағы асыл қасиет, пәк сезімдері
аян беріп ояна бастайды. Секен Кәрімұлы Тұрысбеков Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, парасат және құрмет ордендерінің иегері. 2015 жылының шілде айында дәулескер күйші композитор Секен Тұрысбековке күй өнеріне сіңірген айрықша еңбегі және ұлттық өнерді дамытуға, зерттеп, зерделеуге қосқан зор үлесі үшін Гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі атағы берілді. Секен Тұрысбеков қазақ музыка мәдениетінің мақтанышы, ұлы мұраның, төл мәдениеттің өлшегі, өзіндік қол таңбасымен ерекше. Ал біз болашақта композиторға шығармашылығында тек ұзақ та табысты ғұмыр тілейміз.